жарқыраған өзендерден бастап атмосфераның химиялық құрамының өзгеруіне дейін адамдар ғаламшарымызға зор әсер етті. Бірақ біз кенеттен жоғалып кетсек, не болмақ? Алғашқы бірнеше апта бейберекетсіз аласапыран болады. Бірнеше сағат ішінде электр станцияларында жанармай таусылып, істен шығады. Жарық сөніп, электр қоршауларының жұмысы тоқталса, 1,5 миллиард сиыр, миллиардқа жуық шошқа және 20 миллиардтан астам тауықтар тамақ іздеп өз қоршауларынан бұзып шығады. Оларды тамақтандыратын адамдар болмағандықтан, үй жануарларының көпшілігі аштыққа тап болады, немесе 2,5 миллиардтан астам иттер мен мысықтарға жем болады, өйткені оларды азыққа мұқтаж. Әрине, біздің көптеген сәнді үй жануарларымыз табиғатта өмір сүруге бейімделмеген, және бәсекелестікке келгенде өздерінен мықты қасқыр, койот, жабайы мысық секілді жануарларға еселерін жіберіп алу ықтималдығы жоғары. Егеу құйрықтардан бастап таракандарға дейінгі жануарлардың барлығы адамға тәуелді болғандықтан популяция саны күрт қысқарып зардап шегеді. Дене мен бас беттері сияқты жәндіктер мүлдем жоғалып кетеді. Қалаларда біздің көптеген әйгілі бульварлар қазір өзендерге айналды. Құрғақтықты қамтамасыз ететін электр сорғылары болмаса, жер асты туннельдері тез сумен толтырылады. Басқа көшелер уақыт өте келе үлкен өсімдіктер мен ағаштарға айналатын арамшөптер мен жүзім бұталарымен толып кетеді. Бірақ бұған дейін көптеген қалалар өрт әсерінен жойылады. Қазіргі заманғы үйлер, әсіресе қала маңындағы үйлер, негізінен ағаштан салынған. Жақын жерде өрт сөндірушілер болмағандықтан, өрт басалу үшін бір найзағай жеткілікті. Ол бүкіл бөлімшелерді өртеп жіберуі мүмкін. Ауылдық жерлерде көптеген ағаш тұқымдастары ондаған жыл ішінде өрттен болмаса да жәндіктер мен басқа да шыбын шіркейлердің әсерінен жойылады. 100 жылдан кейін ағаш өнімдерінің көпшілігі жойылып, болаттан жасалған барлық заттар, тұрғын үйлерден бастап автомобильдер, тіпті көпірлер жойыла бастайды. Болат негізінен темірден тұрады және тұрақты бояулар мен жабындар қолданбағандықтан атмосферадағы оттегімен тез әрекет етеді, яғни темір оксидіне немесе тоттың табиғи түріне айналады. Осы уақытқа дейін адамдар бірнеше 100 жылға жоғалып кетті, ал әлемдегі жануарлардың көптеген түрлері, кем дегенде біз жойылуға келмегендер, адамның әсеріне ұшырамаған бастапқы қалпына келеді. Бірақ олардың таралуы мәңгілікке өзгеріп отыратын болады. Түйелер қазір Австралияда серуендеуде, ал Солтүстік Америкаға Еуропадан әкелінген ондаған сайрағыш құстары өркендеуді жалғастырады. Тіпті әлемнің кейбір бөліктерінде хайуанаттар бағынан қашып кеткен жануарлар жаңа жабайы популяциялар құрып, тіпті ұлы жазықтарда арыстандардың, Оңтүстік Америкада су сиырдың пайда болуы ғажап емес. Мәңгіге әрдайым ұлғайып тұратын дүние. Біз ойлап тапқан радио, жер серіктер мен телефон арқылы бөлінетін электромагниттік радиациялар. Бірақ егер де бір нәрсе жер бетінде бізден ұзағырақ өмір сүретін болса, онда бұл біздің қоқысымыз. Пластик немесе резинкені біріктіретін химиялық қосындылар бактериялардың табиғи ыдырату әсеріне төзімдірек болады. Пластик өнімдері металдар секілді тот басып коррозияға ұшырамайды. Бұл микропластиктер су жолдарына түседі немесе мұхитқа ағып кетеді және ақырында шөгінділерге жиналады. 100 миллион жылдар өткен соң ғарыштан келген бутен геологтар бір кездері резинке шиналар мен пакеттердің бөлігі болған көміртегі негізіндегі ұсақ бөлшектермен толтырылған шөгінді жыныстарды тауып таңғалуы мүмкін. Әрине бір нәрсе аман қалады ма жоқ па жағдайға байланысты. Тоттануды тездететін немесе ыдырау процесіне көмектесетін ылғал жоқ шөлдерде заттар әлде қайда ұзақ сақталады. Көміртек айналымы бірнеше мың жылдан кейін CO2 деңгейін тепе-теңдікке қайтарса да, ұзақ өмір сүретін органикалық химиялық заттардың немесе радиоактивті бөлшектердің жергілікті шөгінділері өте ұзақ уақытқа сақталуы мүмкін. Болашақтың бутен палеонтологтары бізді қалай түсінетінін болжау қиын. Олар біздің пластикке деген сүйіспеншілігімізді немесе геологиялық тұрғыдан қалай ғана аз уақытта Африкадан бастап жер бетіндегі барлық мекендерді отарлағанымызды қалай түсіндіреді екен. Бірақ олар, егер біз ұзақ уақыт бойы табысты болсақ, неге тез жоғалып кеттік екен деген сұрақты міндетті түрде қояды.